ОБТ-да биологияны танып жатқан бүкіл оқушыларға сәлем. Мен Малика, және мен биология ОБТ-дан дайындайтын репетитормын. Бұл менің YouTube каналым, қош келдіңдер. Бұдан бөлек менде ProBio онлайн дейтін оқушыларды ОБТ-ға дайындайтын мектеп бар. Бүгін мен сіздерге тегін сабақ алып келдім. Және де бұл тегін сабақ 10-шы сыныптан алынған, и оның тақырыбы нәруыз жайында не білуіміз керек. Яғни осы қысқа әрі қызықты сабақты көру арқылы сіздер ОБТ-да нәруыз бойынша келетін сұрақтардың жауабын біліп аласыңдар. Ендеше кеттік. На самом деле нәруыз дегеніміз ол кез келген организмнің ең негізгі органикалық құрылыс материалы болып табылады. Яғни органикалық заттар бізде өте көп. Көмірсу, липид, нәруыз деген тәрізді. Нәруіз соның ішінде ең маңыздысы болып табылады. Даже өздерін қараңдар. Жасушасы жоқ вирустың өзінде нәруізді қабықшасы капсид бар. Нәруіз просто бүкіл жерде, қазір осы сабақтың соңында сендер прям бүкіл жақта екенін, оның қандай қызмет атқаратынын білесіңдер. Ең алдымен нәруіздің ережесіне тоқталайық, және де құрылысын атап өтейік. Нәруіздар мономерлері амин қышқылдары болып табылатын биополимерлер дейді. Өте күрделі ереже. Давайте разбираться. Но біз басында түсіндік, что нәруіз это органикалық зат, а ол, значит, өте күрделі молекула. Ол бірнеше бөліктерден тұрады деген сөз. Егер де сендер полимер деген сөзді көретін болсыңдар, поли көп деген сөз, өте көп деген кішкентай бөлшектерден тұрады дейді. Ал сол кішкентай бөлшектердің аттары мономерлер, амин қышқылдар екен. Яғни полимер дегеніміз көп заттардан тұрады, мономер дегеніміз соның жеке бір заты. Енді қараңдар, бізде мономер амин қышқылдары. Мына жақта сендерге бір тал амин қышқылының суреті беріп тұр. И оның құрылысы 3 түрлі заттардан тұрады. Біріншісі азоттық тобы бар, ол бізде амин тобы, көміртек тобы бар, ол бізде карбоксил тобы, және де мына ортасына тұрған ол бізде радикал деп аталады. Получается, бір амин қышқылы нәруіздің құрамындағы бір мономер, осындай амин тобы радикал карбоксил тобынан құралады екен. Но так как нәруіз бізде ылғи да табиғатта тек қана полимер күйінде кездеседі, значит, что осы мономерлерден бірігіп тұру керек. Егер де екі амин қышқылы бір-бірімен қосылатын болса, бұны бізде пептидтік байланыс деп атайды. Енді қараңдар, пептидтік байланыс түзілу үшін бізге бір амин қышқылының карбоксил тобы мен амин тобы бір-бірімен қосылу керек. И болашақта біздің осы бір амин қышқылдарымыз бір-бірімен қосылған кезде олар строго реттілік бойынша ғана қосылады. Карбоксил тобы, амин тобы, карбоксил тобы, амин тобы, карбоксил тобы, амин тобы деп. Ал мына радикал деген нәрсе ол кез келген амин қышқылын сол амин қышқылы екенін ерекшелеп тұратын зат болады. Сонымен біз түсіндік, что нәруіз ол бізде күрделі органикалық зат, ол табиғатта ылғи да полимер күйінде кездеседі, оны мономер бізде амин қышқылы. Амин қышқылы 3 түрлі бөліктен тұрады. Амин тобы, радикал, карбоксил тобы. И қайда осы амин қышқылдар бір-біріне қосылады, олар бізде пептидтік байланыстар түседі. Енді қараңдар балапандар, тірі ағзалардың нәруіздерінің құрамында амин қышқылдарының 20 қана түрі болады екен. Ойлаңдаршы, бізде вообще нәруіздерді миллиондаған түрлері бар. Нәруіз дегеніміз ол тек қана сендер тамақтың құрамындағы белок емес, ал біздің бүкіл денеміз нәруізден тұрады. И олардың мыңдаған, миллиондаған түрлері бар. Осындай күрделі нәруіздерді құру үшін бізге 20 түрлі амин қышқылы керек екен. Сол амин қышқылдарының комбинациясын әртүрлі жасау арқылы, әртүрлі комбинациялар жасау арқылы біз өзімізге мыңдаған нәруіздерді алады екенбіз. Осылай 20 түрлі амин қышқылы бар. Бұлардың аттарын, формулаларын мектеп бағдарламасына жаттаудың қажеті жоқ, берілмейді да. Сендер оны университетке барғанда жаттайсыңдар. Бұл видео сабақ сендерге пайдалы болып жатыр деген үміттемін, өйткені бұл сабақ ProBio курсының қолдауымен түсірілген. ProBio дегеніміз 10 және 11 сыныпта биологияны таңдап, ОБТ тапсыру арқылы Қазақстанның ең топовый медициналық және де педагогикалық университеттеріне грантқа түскісі келетін оқушыларға арналған. ProBio курсының 3 ерекшелігі бар. Бірінші, біздің өте қысқа түсінікті видео сабақтарымыз ыңғайлы платформада орналасқан. Екіншіден, мен оқушыларға аптасына 2 рет тікелей эфирде нұсқа талдау жүргіземін. Үшіншіден, біздің кураторлар әр оқушыға кері байланыс беріп, 24/7 байланыста болады. Бұның барлығы менің авторлық методикамен құрастырылған. В общем, біздің курста барлығы күшті. Егер де грантқа түскің келсе, төмендегі сілтеме арқылы өтіп, WhatsApp-қа жаз, күтемін. Сонымен 20 түрлі амин қышқылының арқасында бізде мыңдаған нәруіздер түзіледі, және де олардың түрлері осындай. Мына бір жақта көрсетіліп тұрған сурет, стрелкамен беріліп тұрған, ол кәдімгі
электрондық күрделі микроскоптар арқылы нәрөздің құрылысын қарағандағы олардың бейнесі осындай болады екен. Яғни біз сендермен графический тұрғыда типа нәрөздер осындай пептидтік байланыстар түсіреді, олар примерно осындай, формулалар осындай деп жатаймыз, но когда біз өте күрделі, өте мощный электронный микроскоптар арқылы қараған кезде олардың примерно кеңістіктегі формулалар осындай болады екен. Но нәрөздік зат, нәрөзден құралған зат осындай болып көрінеді бізге. Немесе компьютерлік модельде осындай болып көрінуі мүмкін. Енді ұбт-да көп сұралатын сұрақтарға тоқталайық. Нәрөздер бізде құрылымына, сыртқы пішініне, құрамына, қызметіне байланысты бөлінеді екен. Ең біріншісі біз сыртқы пішініне байланысты айтатын болсақ, нәрөздер бізде глобулалы немесе фибриллярлы жіп тәрізді болуы мүмкін. Егерде глобулалы десе, нәрөздің формасы шар пішіндес болады. Егерде жіп тәрізді десе, нәрөздердің формасы осындай жіп тәрізді, оны тағы да бізде фибриллярлы деп атайды. Глобула тәрізді, яғни шар тәрізді нәрөздердің қасиеттері, олар суда жақсы ериді, пішіндері дәу болады. Ал фибриллярлы нәрөздердің немесе жіп тәрізді нәрөздердің ерекшеліктері, олар суда еримейді и көбінесе құрылымдық, құрылыстық қызмет атқарады. Енді құрылымы бойынша, яғни құрылымы қандай нәрөздер, олар бізде 4 түрлі типке бөлінеді. Бірінші реттік нәрөз, екінші реттік нәрөз, үшінші реттік нәрөз және төртінші реттік нәрөз. ұбт-да биологияны таңдайтын оқушы міндетті түрде осы нәрөздің құрылымдарын сурет бойынша білу керек, ал мен қазір әрқайсына жеке тоқталамын. Нәрөздің бірінші реттік құрылымы амин қышқыл қалдықтары бір-бірімен кезектесіп полипептидтік тізбек түзу арқылы байланысады деді. Яғни бұл кәдімгі моншақ тәрізді. Мынаның барлығы бізде бір үлкен нәрөз деп санасандар болады. И бұл нәрөздің бірінші реттік өте қарапайым құрылымы. Бірін артынан бірін пептидтік байланыс түзу арқылы карбоксил тобы, амин тобы, карбоксил тобы, амин тобы деп біздің амин қышқылдарымыз түзіліп, осындай нәрөздің бірінші реттік құрылымын түзеді. Как будто бір үлкен моншақ тәрізді. Нәрөздің екінші реттік құрылымы сәл формасы басқаша және күрделірек, оның формасы бізде спираль немесе оралма тәрізді екен. Қараңдар, спираль немесе оралма тәрізді. Мынандай пішіні болуы мүмкін, мынандай пішіні болуы мүмкін, мынандай пішіні болуы мүмкін. Және осылардың барлығы бізде екінші реттік құрылым, спираль тәрізді. Дәл осындай нәрөздің құрылымында басқаша байланыс түзіледі. Яғни новый байланыстың түрі түзіледі және оны бізде сутектік байланыс деп атайды. Яғни мына жақтағы сутектердің арасындағы байланыстар арқылы біздің спираль тәрізді нәрөздеріміз өздерінің пішіндерін сақтайды екен. Келесі үшінші реттік нәрөздің құрылымы полипептидтік тізбек екі бүктеліп шар пішінді глобула түседі. Естеріне ме бағана сыртқы пішіні бойынша деп бөлген кезде бізде осындай глобула тәрізді нәрөз деп айтқанбыз. Міне ол осы. Дәл осындай глобула тәрізді нәрөзде бізде сутектік, иондық, гидрофобты, дисульфидтік байланыстар түзіледі екен. Және олардың пішіндері осындай. Келесі ең соңғы нәрөздің құрылымы ол төртінші реттік бірнеше шумақталған глобуладан тұрады. Мысалға бәріміз білетін гемоглобин нәрөзі 4 түрлі глобуладан тұрады. 1, 2, 3, 4. Және гемоглобин осындай дәу 4 түрлі глобуладан түзілетін күрделі нәрөз болып табылады. Енді қараңдар, осы жақта байланыс қандай? Біз бағана полипептидтік байланыс, сутектік байланыс, дисульфидтік, гидрофобтық деп айтып жатырмыз. Мына жақта бізде қарапайым пептидтік байланыс болады екен. Әрбір глобула өзінің арасында пептидтік байланыс түзіп байланысады екен. Сонымен балапандар, біз қорытындылай келе түсіндік, что нәрөздің 4 реттік құрылымы бар екен. Ол бізде тізбектеле орналасқан пептидтік байланыс бар. Бірінші реттік құрылым, оралма спираль тәрізді сутектік байланыс бар. Екінші реттік құрылым, екі бүктелген шар пішіндес глобула дисульфидтік, гидрофобтық байланыс бар. Және ең соңғы 4 түрлі глобуладан құрылған 4-ші реттік нәрөз. Но егерде осы құрылған пайда болған пішіндер бір-бірінен ажыраса, нәрөз өзінің қасиетін жоғалтады екен. И оны бізде табиғатта денатурация деп атайды. Денатурация дегеніміз қыздырудың, сәулеленудің әсерінен нәрөз құрылымының немесе конформациясының бұзылуы деп аталады. Мысалға бізде 3-ші реттік нәрөз болды. Мына бір жақта бізде дисульфидтік байланыстар болды. Біз оған то ли радиацияны жібердік сәулелену немесе қыздырдық температурамен ол жақтағы байланыстар ажырап
кетті дағыны, бізде басқаша пішіндегі нәруыз түзілді. Яғни бірінші реттікке ол уже айналып кетті, немесе екінші реттікке айналып кетті. Осыны бізде денатурация деп атайды. Қарапайым біз мысалға жұмыртқаны алсақ болады. Жұмыртқаны сковородкаға қойған кезде біз оны неге ұшыратамыз? Жоғарғы температураға ұшыратамыз. Сол кезде ол өзінің сұйық күйінен қатты күйіне ауысады. Хотя біздің жұмыртқамыз полностью белоктан тұрады. Көрдіңдер ғой? Кейде нәруіздер қайтадан өзінің қалпына келе алады, бұны бізде ренатурация деп атайды. Қайтадан өзінің қалпына келе алады. Келесі, енді біз нәруіз жайында білуіміз керек нәрсе оның құрамы. Құрамына байланысты біздің нәруіздер қарапайым және де күрделі нәруіздер деп бөлінеді. Қарапайым нәруіздер бізде тек қана амин қышқылдарынан тұрады. Но оказывается, амин қышқылдарынан бөлек басқа да заттар болуы мүмкін, и ол бізде күрделі нәруіздер болады. Тек қана амин қышқылынан тұратын нәруіздерге мысал ретінде біз РНК-аза деген сияқты ферменттер жатқызсақ болады. Ал күрделі нәруіздер бізде металлопротеиндер, хромопротеиндер, фосфопротеиндер, гликопротеиндер, липопротеиндер. Протеин деген сөз ағылшынша нәруіз деген мағынаны білдіреді. Сендер бұны білу керексіңдер. Протеин, ағуыз, нәруіз деген барлығы бір мағынаны білдіретін синоним сөздер. Металлопротеиндер мысалға құрамында, мысалға цинк деген тәрізді металл болуы мүмкін. Яғни құрамында металлы бар нәруіздер. Хромопротеиндер құрамында бояғыш зат бар нәруіз. Мысалға гемоглобин ол нәруіз, құрамында бояғыш зат бар, сондықтан да ол қанға қызыл түс береді. Понимаете? Одан кейін барып фосфопротеиндер құрамында фосфор. Мысалға сүттің құрамында казеин нәруізінде фосфор бар. Және де ол сүтпен бірге ішкен кезде кальцийдің сіңуіне көмектеседі. Гликопротеиндер мен липопротеиндер өздері айтып тұрған болар, құрамында көмірсу бар немесе липиді бар нәруіздер. Получается, нәруіздің құрамында амин қышқылынан бөлек зат болатын болса, ол күрделі нәруіз болады. Сонымен нәруіздердің құрамында бізде металдар болуы мүмкін, бояғыш заттар болуы мүмкін, бейметалл болуы мүмкін, немесе даже құрамында көмірсу мен липид болуы мүмкін екен. Сондай жағдайда ол күрделі нәруіз болады. Енді нәруіздер жайында ең соңғы білуіміз керек нәрсе ұбт-да жақсы балл алу үшін оның қызметтері, және де осы қызметтер бізде өте көп. Мына жақта олардың списігі беріліп тұрғанын көріп тұрсыңдар. Соны ең біріншісі бізде энергетикалық қызметі. 1 грамм нәруіз ыдыраған кезде бізде 17,6 килоджоуль энергия бөлінеді. Құрылыстық қызметі. Кез келген жасушаның мембранасында фосфолипидті қабат бар екен білесіңдер. Одан кейін барып мынандай әдемі түрлі түсті дәу тас сияқты заттар тарчатып тұрған білесіңдер. Бұның барлығы нәруіз. Кез келген организм жасушадан тұрады. Және кез келген жасушаның құрамында бізде нәруіз болады. Катализді қызметі. Любой фермент құрамы бойынша нәруіз. Ферментсіз біздің организмімізде даже АТФ өндірілмейді, біз даже қолымызды да қозғалта алмаймыз. Тасымалдау қызметі. Гемоглобин оттекті тасымалдайды. Пожалуйста. Немесе бізде моторлы нәруіздер, кинезин, денин деген бар. Олар тоже біздің организмімізде әртүрлі заттар тасиды. Пигменттік қызметі. Меланин біздің терімізге, шашымызға, көзіміздің нұрлы қабатына түс беретін зат тоже нәруіз. Қорғау иммунитет дейді. Мысалға, иммунитет антидене, иммуноглобулиндер жайында осы ютубта күшті сабақ бар, ол тоже нәруіз болып саналады. Иммуноглобулин бізде 4 амин қышқылының қалдығынан тұрады, және де ортасында бізде дейсульфидтік байланыс болады. Механикалық қызметі. Мысалға, бізге тірек қимыл беретін сүйектің құрамында асенин нәруіз бар. Шаштың құрамында коллаген бар. Бұның барлығы бізге механикалық қызмет береді. Жиылғыштық қызмет. Біздің бұлшық етімізде актин мен миозин нәруіз болып табылады, және солардың арқасында бізде қимыл қозғалыс немесе жиырылу болады. Реттеу қызметі. Нәруіздердің реттеу қызметіне бізде жатады гормондар. Мысалға, инсулин қандағы глюкозаның мөлшерін реттейді. Көрдіңдер ме? Нәруіз он везде. Бүкіл жақта нәруіз арқылы біз денеміздегі бүкіл затты істейміз. Бүкіл нәрсе нәруіз арқылы болады. Сондықтан да ол тіршіліктегі ең маңызды органикалық зат. Ал егер сендер нәруіз қайдан пайда болады және де қалай пайда болады деген сұрақты қойсаңдар, осы менің YouTube каналымда транскрипция мен трансляцияға байланысты сабақ бар. Ол өте қысқа және де керемет, соны көруге кеңес беремін. Сонымен балапандар, сабағымыз аяқталды. Мен сендерге ұбт-да нәруіз жайында келетін бүкіл нәрсені айтып бердім. Надеюсь, сендерге пайдалы болды. Пожалуйста, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Всем пока!